Бәріңе сәлем, бұл видео ютуберлерге ютубты енді бастап жүрген адамдарға арналады. Ютубты алғаш бастап жүрген адамдарға өз кеңесімді беретін боламын. Бірақ та бұның подписчик аз ғой, ютубты енді бастап жүр ғой деп ойлайтын болсаңдар. Менің ютубтан 1,5 жылдық тәжірибем бар. 1,5 жыл деген аз уақыт емес. Осы видеода мен ютубты алғаш бастаған кезде нені істеу керек және нені істемеу керек екендігін айтатын боламын. Алдымен істеудің қажеті жоқ заттар туралы айта кетейін. Взаимные подписки. Сен маған тіркелші, мен саған тіркелем дейтін зат бұл қажет жоқ. Неге дегенде ютубта ютуб үшін подписчик мүлдем маңызды емес. Әрине, егер біреуге мақтағың келсе, менде 2000 подписчик бар деп, ол үшін болады. Бірақ ютубта даму үшін, ютубтың өзі үшін сенің подписчигің мүлдем маңызды емес. Ютубқа сенің қанша подписчигің бар екені бәрібір, оған просмотр маңызды. Ол туралы кейінірек айтамын, алдымен істеуі қажет жоқ заттар туралы айтып алайын. Екінші, реклама алу. Әрине, реклама алу дұрыс емес деп жатқан жоқпын. Реклама алуға болады. Бірақ та бірінші арнаңмен айналысып болуың керексің. Арнаның оформлениясын бәрін жақсылап, 2-3 сапалы видео түсіріп алу керексің. Үшінші, конкурстар. Ютубты енді бастап жүрген кезде конкурс ұйымдастыру ол қате. Неге дегенде, конкурс арқылы саған адамдар жазылады. Бірақ та болашақта сенің видеоңды көре ме, жоқ па, белгісіз. Басында айта кеткендей, просмотр маңызды, подписчик маңызды емес. Ең соңғы істеу қажет жоқ нәрсе ол ютубқа келе салысымен бірден табыс туралы ойлау. Бірінші жылда сенде мүлдем табыс болмайды. Бұл туралы тек мен ғана емес, тағы да басқа ютуберлерден іздеп көрсең, олар тура солай айтады. 1 жыл бойы 0 теңге табасың. Ал одан кейін 1-2 жыл бойы соның өзінде де тиын-тебендер ғана тапып жүретін боласың. Сол себепті ютубты бастасаң өзің үшін бастау керексің. Өзіңе қызық болса ғана түсіру керексің. Ютубта істеу қажет жоқ заттар туралы айттым, енді істеу керек заттар. Немесе видеоның дамуына, просмотр жинауға көмектесетін кеңестер. Ең бірінші және ең маңызды саған айтатын кеңесім ол видеоны түсірген соң өзің видеоңды қара. Және басқа адам болса, осы видеоны көре ма деп ойлам. Сен оған құртқан еңбегіңді, қанша уақыт түсіргеніңді ойлама. Басқа өзіңді танымайтын адам ретінде осы видеоны қарап көр. Қызық бола ма, жоқ па? Егер саған қызық болса, бұл видео басқа адамдарға ұнайды деген сөз. Видеоң сапалы деген сөз. Ал егер қандай да бір қателіктерді байқасаң, осы қателіктерді түзеуге тырыс. Келесі маңызды нәрсе ол видеоның дыбысы, сенің дауысың. Қазір қарап тұрсаң, бүкіл видеолардың качествосы жақсы. Сол себепті қазіргі адамдар дауысқа қарай бастаған. Дауысыңның сапасы жақсы болу керек, нақты, анық сөйлеу керексің. Және фонда әдемі музыка тұру керек. Енді тағы 1-2 нәрсе айта кетейін. Сен монтаж жақсы жасау білесің, видео түсіру білесің, жақсы видео түсірдің, жақсы превью жасап қойдың. Осыдан кейін видеоңды салған соң, сенің видеоңды YouTube рекомендацияға предлагать ете бастайды. Осы кездегі сенің видеоңды адамдар көрген кезде, оған кіріп, видеоңды басу проценті CTR деп аталады. YouTube үшін маңызды нәрселердің бірі осы CTR. CTR жоғары болса, сенің видеоңды көп адамдарға ұсына бастайды. Ал CTR-ды жоғары қылу үшін сенің превьюің әдемі болу керек. Превьюің ашық жарқын адамды өзіне тартып тұратын болса, CTR-ың жоғары болады. Маңыздылығы дәл осы CTR-мен бірдей, келесі удержание аудитории. Сонымен сен жаңағыдай превьюді әдемі қылып істедің. Көп адамдар сенің видеоңа кірді. Сенің видеоңа кірген соң, енді сол адамдардың қанша уақыт көретініне байланысты сенің удержаниең көбейеді. Удержание аудитории сенің видеоңа кірген адамдардың сенің видеоңды қанша уақытқа дейін көргені. Мысалға, сенің видеоң 10 минуттық дейік. Оны бір адам соңына дейін көрді. Ал екінші адам болса тек 2 минуттан тоқтап қалды. Сонда орташа просмотр 6 минут болады. Мінекей осылайша екінші маңызды зат удержание аудиторияны жақсарту керексің. Ол үшін сенің видеоң барынша қызық болу керек. Видеоңды барынша қызықты, барынша көңілді қылып түсіруге тырыс. Енді осылардан кейін барып лайк пен дизлайк комментария жайғасады. Олардың маңыздылығы бірдей, лайк көп болса да, дизлайк көп болса да, комментарий көп болса да бәрібір. Бірақ барынша көп болған дұрыс. Сол себепті аудиторияңа сұрақтар қой, олар комментарияда жауап беру керек, немесе лайк басуын, дизлайк басуын сұра. Тағы бір нәрсені айтуды ұмытып кетіппін, ютубтың бот екенін білесіңдер. Ол искусственный интеллект. Сен видеоны салған соң, ютуб сенің видеоңды түсінеді және ол қандай адамдарға ұнайтынын түсінеді, осылайша сол адамдарға ұсынады. Ол бот болғандықтан сенің видеоң не туралы екенін бірден түсіне алмайды. Оған сен өзің көмектесуің керексің. Ол үшін бірінші видеоның атауын дұрыстап жазасың, кейіннен описанияға видеода болып жатқан оқиғаларды немесе сенің видеоңа байланысты сөздерді жазасың. Тег.
Тек деген жерге де тура солай видеоңда болып жатқан оқиғалар немесе видеоңа байланысты заттарды жазу керексің. Осылайша YouTube сенің видеоң не туралы екенін түсінетін болады. Менің кеңестерім осы. Айтпақшы, видеоның басында айтқан, YouTube үшін сенің подписчиктерің маңызды емес, тек просмотр маңызды дегенім. Өйткені YouTube бот. YouTube бот болғандықтан ол сенің просмотрларыңа қарайды. Просмотрың көп болғандықтан сенің видеоң қызық деп ойлайды, сол себепті көбірек адамға ұсынады. Ал ол көбірек адамға ұсынған сайын сенің подписчигің де көбейе береді. Ал жалпы подписчиктер мүлдем маңызды емес деген сөз емес. Егер сенің подписчиктерің көп болса, сенің видеоларыңды ылғи күтіп отыратын, қарап отыратын адамдар болады. Бүгінгі болса, келесі қандай видео көргің келеді, комментарияға жаз. Мысалға, монтаж жасау, фотошоп жасау, немесе шапканы қою деген сияқты. Немесе мүлдем басқа тақырыпта видео көргілерің келсе де, оны да жазыңдар. Ал бұл видеоны мен жай ғана өзімнің кеңесімді беру үшін, әңгімелесу үшін түсірдім. Сол себепті көп просмотр жинайды деп ойламаймын. Тренд Таймспен трендте бол.